Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен адамдар сізді бағаламауына себеп болатын 7 қателік туралы айтамыз. Яғни осы 7 қателік үшін адамдар сізді пайдаланып бағаламауы мүмкін. Бірінші қателік: басқа адамдардың ойына тәуелді болу. Жұрт мен жайлы қандай ойда? Менің әрекетіме риза ма? Табыстарымды қызғана ма? Деген ой екінің бірінде болатыны анық. Кез келген адам қателесуге құқылы. Ал сіз қателесуден қорқасыз ба? Үнемі айналаңыздағы адамдар қандай пікір айтады деген ойда жүресіз бе? Ендеше сіз басқалардың пікіріне тәуелді екеніңізді мойындаңыз. Өзгелерге тәуелді адамның жиі кездесетін қасиеттері қандай? Сіздің үнемі көмектесетін, ешқашан жолда қалдырмайтын және ортаның көркі бола алатын беделіңіз бар делік. Осының бәріне қалай келгеніңізді бір сәт ойланып көріңіз. Сол кезде айналаңыздағылардың бәрі мойныңызға мініп алып, аяқтарын салбыратып отырғанын байқайсыз. Өйткені сіз өз жоспарларыңыз бен мақсаттарыңыздан бас тартасыз да басқаларды құтқаруға дайынсыз. Екінші қателік: іштей басқа адамдарға ренжу. Өмір болған соң түрлі жайттарға тап болып, түрлі адамдармен қарым-қатынасқа түсеміз. Бірі сіздің мінезіңізбен сай келіп жатса, ал енді бірі қарама-қарсы мінезді болып келеді. Өзінше дұрыс өмір сүріп жүрмін дегенмен бірге жағасын, біреуге жақпайсың. Осындай қарым-қатынаста адамдар арасында өкпе-реніш деген нәрсе көп жүреді. Үлкен өкпе-реніштің ашуы қатты болса кекке ұласып кетеді. Ал енді кейбірі ұмытылып та қалады. Әйткенмен, біреуге ренжу және өкпелеуден екі жаққа да ешқандай пайда жоқ. Біреуге ренжіген адамның өмірге де өкпесі көп болады. Мұндай адамдардың санасында өмірге деген махаббат болмайды. Болған күнде де ол көнере бастайды. Өйткені әлдекімге өкпелеген адам өзге де адамдардан немесе сол ұқсас адамдардан күдерін үзе бастайды. Сол арқылы өмірді де жек көре түседі. Сондықтан өзіңізге де өзгеге де ренжуді тоқтатыңыз. Үшінші қателік: сіз үнемі өзгелердің сізді мақтауын күтесіз. Өзіңізді біреу мақтамаса, еңбегіңіздің нәтижесіне көңіліңіз толмайды. Бұл жұмысқа да, басқа да дүниелерге қатысты болуы мүмкін. Мысалы, сіз айнадағы бейнеңізге көңіліңіз толып тұрса да, Instagram желісінде аз лайк жинағаныңыз үшін үйіңізге келіп, киіміңізді ауыстырып киесіз. Яғни бұл ситуация сізге ұнамайды. Өзіңізді бөтен адамдардың мақтауына емес, объективті көрсеткіштерге қарап бағалайық. Төртінші қателік: өзін өзі қорлау немесе өз-өзіңді іштей жеу. Біз бұл өмірде менің қол жеткізгендерім аз, немесе мен бұған татымаймын, менің қолымнан бұл келмейді дегенді жиі үстемелейміз. Сізге ұқсай ма? Мен онша жақсы емеспін деп сіз жиі ойлайсыз ба, әлде айтасыз ба? Бірақ кім үшін? Оның қандай өлшемі бар? Сізде осы сияқты таным өте күшті болатын болса, онда қуанышты, қамсыз, толыққанды өмірді қалай жасайсыз? Сіздің санаңыздан тысқарыдағы танымыңыз іс-әрекетіңізде үнемі басқарады. Сондықтан ол сіздің өміріңізде үнемі пайда болып тұрады. Сондықтан достар, өзіңіз жайлы жақсы ойда ғана болыңыз. Өзіңізді сөкпеңіз, ауыр сөздер мүлдем айтпаңыз. Бесінші қателік: үнемі өзгелерден кешірім сұрау. Кешірім сұрай білу бұл жақсы нәрсе. Көптеген адамдар мұны істеуге тырысады. Алайда, қажет болған жағдайда ғана кешірім сұрау туралы ойлану керек. Қателіктеріңіз үшін кешірім сұрау немесе басқаларды мазалағаныңыз үшін сыпайылық ретінде кешірім сұрау орынды. Бірақ ешнәрсе жасамаған кезде кешірім сұрау мүлдем қажет емес. Кешірім сұрамас бұрын жағдайды шынымен сіздің кешіріміңіз қажет ететіндігін анықтап алыңыз. Алтыншы қателік: өзгелерге жоқ дей алмау. Яғни бас тарта алмау. Көмектесу жақсы қасиет. Алайда өзіңіз туралы басқалар жақсы ойласын деп, өз-өзіңізге үнемі зиян келтірудің мүлдем қажеті жоқ. Жоқ деп айтуды үйренуіміз керек.
Жетінші қателік. Сіз бір нәрсені өздігінен істеуге қорқасыз. Сіз жұмыстағы маңызды жобадан бас тартасыз. Сүйікті ісіңізге немесе бизнеске деген идеяларды кейінге қалдырасыз. Және соңғы рет жаңа қызықты ойларды қашан ойлағаныңыз тіпті есіңізде де жоқ. Сіз әлсіз жеріңізді елге жария қылуы мүмкін деген сәтсіздік қорқынышымен жүресіз. Қателесу қалыпты жағдай, бірақ табысқа жету үшін кейде тәуекел етуге де болады, достар. Осымен біздің видеомыз соңына келді. Осы видеоны көріп, барынша пайдамызға асырып, адамдар арасында өзімізді бағалата білейік, достар. Келесі кездескенше каналымызға жазылуды ұмытпаңыз және міндетті түрде лайк басыңыз.